Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті футбол сүйер қауым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер футболдан Қазақстан премьер-лигасының 11-ші тур аясында өткен ойындарды талқылауға жиналып отырмыз. Қасымда Әлібек бар. Әлібек, қош келдің. Қош көрдік. Қалайсың, жақсың ба? Шүкір, жақсы. Бүгін енді бір премьер-лига ойындарын талқылаймыз. Енді арнамызда қазір видеолардың арасы кішігірім ұзап жатыр, енді сирек шығып жатыр. Өйткені себебі демеуші жоқ арнада, сондықтан осылай видеолар шығаруға мәжбүрміз. Және сіздер өздеріңіздің белсенділіктеріңізді танытып, подписаться кнопкасын басып, комментарий жазып отырсаңыздар, видеолар көбірек шығады деген ойдамыз. Ендеше 11-ші тур ойындарын бастамас бұрын Әлібек, қазіргі чемпионаттағы ойынның деңгейі өткен маусыммен салыстырғанда қалай, сен үшін түсіп кетті ме, әлде сол бір қалыпта ма? Соған бір қысқаша ойыңды айта өтсең. Шамамен бірдей. Бірдей дегенде интрига бойынша сәл былтырғы маусымдар қызығырақ болған сияқты болды. Ол кезде Астана бар еді, ол кезде Тобыл, Ақтөбе деген сияқты бар да. Қазір Тобылдың жағдайы жақсы болды, Ақтөбенікі олар жақсы болды да. Ал қазір Елмай мен Қайрат екеуі былай шеттетіліп, жоғары басқаларға қарағанда үлкен отрыв болып қалды да. Сол себептен қазіргі интрига бойынша қазір енді сәл басқа маусымдарға қарағанда қызықсыз болып жатыр деп айтсам болады негізі. Бірақ бүгін енді Қайрат тең ойнап қалып, интриганы одан сайын көбейткен сияқты болды. Оған қоса Ордабасы жеңді. Енді Ордабасының бір Қайратқа қарағанда бір артық ойыны бар. Сол енді оларды озып кетуі де мүмкін енді қазір. Одан бөлек енді Елімай мен Жеңіс арасындағы матч бар. Содан бастайық. Сосын подкаст алдында айта өтеген Ақтөбенің жанкүйерлеріне мен соңғы уақыттары SMS-тер көп келеді осы Ақтөбенің жанкүйерлерінен. Ақтөбе жайында қазір соңғы жағында асықпай отырып айтатын боламыз Әлібекпен. Алғашқы ойындарға тоқталып өтейік. Ендеше Елімай мен Жеңіс арасындағы матч осы турдағы меніңше ең қызықты ойын осы команда араларында болған сияқты. Мүмкін, бірақ кеше Ертіс пен Каспий ойыны маған қызығырақ болды. Бірақ енді бүгінгі ойындарға қарағанда бүгін қызық болды. Қалған ойындар енді голдар аз да болды. Енді мына ойын кішігірім енді Семей көптен күткен жеңісі болды. Алдыңғы бірінші ойында жеңіліп қалды. Енді қазір көптен күткен жеңіс болды. Оған қоса жеңісті жеңді, қазір бабында жүрген. Енді Елімай, білмеймін, мен маусым басында Елімайды бір чемпиондыққа таласа ма деп еді, чемпион болады да дедім да. Енді қазір ұпайлар енді тым көп арасы, Қайратпен, Ордабасымен тым көп та. Қазір 17-25 ба сондай біресе 8 ұпай, енді 8 ұпай дейтін енді ол КПЛ үшін енді үлкен, тым көп. Оны жету қиын. Оған қоса бір Елімайдың бір ойыны бір сенімділік арттырмайды да. Мен оған қоса ертең қашан осы бір шілде айында не басталады ғой, Еурокубоктар басталады, олардың Еурокубоктар басталады. Екі жаққа ойнау да олар үшін қиын болады, себебі енді олар көптен бері ойнамаған дегендей. Сол себептен Елімай биылғы маусым енді сол Еурокубокқа мән беріп, енді чемпионатты кубоктан да ұшып кетті, енді сол Еурокубокқа мән беретін шығар деп отырмын мен негізі. Сосын Елімайдың кешені Ұлытау сияқты командалардан жеңіліп қалуы сен үшін сенсация ма? Енді ол кезде подкаст жазған жоқпыз ғой. Былай негізі Карповичтің өзінің осындай бір ауруы бар еді ғой, былай өзінің нақты қарсыластарын жеңіп келеді да, кейін болмайтын қарсыластардан жеңіліп қалатын. Ол сеніңше жаңағы сенсация болды ма, әлде сол Карповичтің ауруының бір нәтижесі ма? Жоқ, ол жерде енді көбінесе Карповичті емес, ол көбінесе Нұркен Мазбаевты айту керек. Тура Ұлытауды айтатын болсақ, Ұлытау қазір бабында, енді соңғы ойынды санамағанда олар өте керемет келе жатты. Сол себептен ол Елімайдың кінәсі емес та, ол Ұлытаудың негізі жетістігі деп айтсақ болады. Басқа ойындарда өз алаңында бірінші ойын сол Каспий өз алаңында бірінші ойын өткізген Каспий ойын бар. Ол жерден сәтсіздік деп айтсақ та болады, себебі енді бір ойынның бір 70-75% енді Елімай Каспий қақпасында отырды да, енді салмай қалды. Ал енді Ұлытауға қарсы, енді Ұлытау өз алаңында әзірше жеңілмеген, Қайраттан да жеңілмеді, басқа Ақтөбені жеңді дегендей. Сол себептен енді мен ойымша ол жерде Ұлытаудың жетті. Елімай енді Карповичтің ауруын ешқандай көріп тұрған жоқпын. Қазір Карпович дейтін енді жергілікті бапкерлердің бір енді топ үшіне кіретін шығар шамамен. Енді Григорий Константинұлы бар, Оразбахтин бар, енді Карпович бар дегендей. Енді шамамен Карповичтің ешқандай ауруы жоқ. Бір селекция жағынан бір қателіктер болған сияқты болды. Маусым басында қазір көп алған ойыншылары былай бастап құрамында сіңісе алмай жатыр. Қақпашысы сіңісе алмай жатыр, қазір екінші қақпашысы бірінші қақпашы болып кетті. Ндрека дейтіндер бар, Хрвой Ильич дейтіндер, ол аса қатты былай
олардан күткен зат істемей жатыр да. Селекция жағынан көп қателік болды. Енді қазір енді басталады ғой трансферлік кезең. Сол кезде енді бір дұрыс ойыншылар алса, мен сол кезде көреміз. Келесі ойын Алматыда өткен Қайрат пен Қайсар арасындағы матч 0-0 есебімен аяқталды. Осындай нәтиже болады деп күттің бе ойында? Енді жоқ, күтпейсің ғой. Енді Қайрат өз алаңында, енді біздің КПЛ-дегі әр команданың жеу керек негізі. Бұндай нәтиже көзіміз үйреніп қалған. Иә, көзіміз үйреніп қалған. Қайрат орталық стадионда барлық команда негізі жеңуге қауқары бар дегендей. Ойын енді іш пыстырарлық болды ғой, иә? Іш пыстырарлық дегенде, иә, бір соңғы бір 10-20 минутта алатын болса қызығын, енді Қайрат бір темп қосқаннан кейін, ойыншылар жаңағы қозғалыс құрамынан шыққаннан кейін бір ойын жақсы болды да. Ал оған дейін бір Қайрат мүмкін бір оңай жеңіске жетеміз ба деген бір оймен шыққан сияқты болды да. Оған қоса мына Қайсардың мотивациясы да болды да. Енді алдында енді бірінші жеңісіне жетті ол Тобылға қарсы осы чемпионаттағы алғашқы 3 ұпайын алды. Қатарынан 2 жеңіс. Иә, енді ол алдындағы кубок болды ғой. Енді чемпионатта алғашқы жеңісіне жетті. Одан кейін бір мотивация пайда болып, енді осы ойынға да бір аса бір қатты бір мотивациямен шыққандай болды да. Енді Қайрат оны енді күтпей қалды. Бірақ енді соғылма жаңа есептелмей қалған бір гол бар да, соңғы ойын соңғы жағында. Енді ол туралы Оразбақтин да айтты, мен түсінбеймін біздің жалпы төрешілердің логикасын дегендей. Мен де шыны керек біздің төрешілердің көп деген логикасын түсінбеймін, бірақ енді ана жерде Қайраттың да ойыншысының логикасын түсінуге болмайды. Ана доп ана жақта, ол ана жақта бір ойыншыны итеріп құлатып бара жатыр да. Енді ол өзінің бір ойыншыларынан көргені дұрыс деп ойлаймын енді Оразбақтиннің. Жалпы енді Қайрат чемпиондық темппен келе жатыр қазір, бірақ мынадай ойындар ертең чемпиондар лигасы басталған кезде, сол кезде енді ұпайлар жоғалтады ғой міндетті түрде. Ол кезде екі фронтқа ойнау қиын болған кезде осы жеңе алмаған ұпайларын санап кетпей ма деген ой бар. Бірақ енді қазір енді легионерлер слотын босатып жатыр да. Енді бір одан да мықты бір чемпиондар лигасына дайын, сол чемпиондар лигасында ойнайтын бір сол деңгейдегі бір ойыншыларды алмақшы. Енді көреміз, Қайрат бұдан да енді мықты болайын деп жатыр да. Жазғы трансферден де біраз өзгеріс орын алатыны түсінікті. Және Қайсар туралы айтып өтсек. Қазір енді Қайсар жанкүйерлердің өзіне Ферапонтовты жақтырып жатқан шамалы. Ферапонтов аут деген комментарий әр посттың астында тұр ғой қазір. Сенің бұған көзқарасың қалай? Мен негізі Ферапонтовты қазір енді Ферапонтовпен деңгейлес бір бапкер табу қиын да Қайсарға. Егер бір қазір бір дайын тұрған бапкер болатын болса, жарайды. Енді Ферапонтов кетеді, жарайды. Оның орнына кім келеді деген сұрақ қой. Мен Ферапонтов андай бір қатты бір мысалы Альшевский, мысалы Иртышта Альшевский дейтін бапкер болды. Мен оны мысалы бір КПЛ-дағы бір деңгей, бір аса деңгейі жоғары бір бапкер деп ойлаған жоқпын. Сол сияқты бапкер емес Ферапонтов, негізі өзін көрсете алады. Қазақ ойыншылармен жұмыс істей алады. Жалпы ойынын қойылады. Кеше Тобылға қарсы жеңді. Енді былтырда мысалы Қайрат Нұрдәулет осылай бастады да чемпионатты, кейіннен алып кетті. Сол себептен енді бұл жерде тек шыдамдылық керек сияқты. Қайсар енді шамамен ұшпайды ғой. Маусым соңына қарай нәтиже көрсетті деген сенесің. Олардың енді бюджет жағынан да, жаңағы ойыншылар деңгейі жағынан да, стадион жағынан да, барлық инфраструктура жағынан негізі Қайсар ұшатын команда емес. Ол енді басқа команда мысалы Каспийге қарағанда, Алтай, Каспий дейтін командаларға қарағанда, енді Қайсардың ойыншылар деңгейі жоғары. Ол тек қана ойыншылардың деңгейімен алып шыға алады да. Ал чемпионатта қалу деген мақсаттан басқа Қайсарда қазір мен ойымша енді мақсат жоқ. Кубок бар. Кубокта мүмкін бір финалға шығып қалатын шығар. Финалда сол кубокты алып кетеміз ба дейтін бір ойы бар шығар. Ал бұлай мен жалпы Ферапонтов чемпионатты қалдырады дегенге еш шүбә жоқ негізі. Қайсардың экс-директоры бір пікір білдірген екен да, жаңағы Кумаковты бекер жіберді деп. Сол жайында пікірің қалай сенің? Расында бекер жіберді деп ойлайсың ба Кумаковты? Жоқ, бекер жіберді дегенде енді бізде енді Қазақстанда барлық заттар енді өз командасымен келеді деген андай өз командасымен келеді ғой. Қазір енді жаңа басшылық келді, ол жаңа басшылық жаңа бір вектормен келді. Олардың бір басқа ойы бар шығар. Кумаков ол ойларға ешқандай сай болмаған шығар. Кумаковтың ойын стилі ұнамаған шығар оларға дегендей. Сол себепте мен бұл жерде ешқандай бір қателік көріп тұрған жоқ. Кумаков пен енді Ферапонтовтың арасы енді жер мен көк емес қой енді ондай айтатындай. Білмеймін. Енді
көреміз енді. Виктор Балютович қазір бірінші лигада болып жатыр ғой. Егер бірінші лигадан Тұранды шығарып жатса, енді ол да өзін көрсететін шығар. Иә. Қайсар сәттілік тілейміз. Енді алдағы кезекті ойын, соңғы ойын осы турдағы Тобыл мен Ордабасы арасындағы матч 0-3 есебімен аяқталды. Қызыл қағаз тіркелді бұл матчта. Жасұлан Әмір дубль жасап отыр. Иә, Жасұлан Әмір бабында қазір енді ұлттық құрамаға шақырылды. Бұйырса енді қазір Мажарстан мен Арменияға қарсы, Венгрия мен Арменияға қарсы ойындарға қатысады ғой. Енді сол екі ойынның біреуінде енді шығатыны сөзсіз. Сол да бір енді Талғат Марванұлын шақырғанда бір мотивация болған сияқты болды Жасұланға. Өзін көрсетіп, бірақ Жасұланның бір несі бар да, бір қызық. Мартин әлі бір Жасұлан Әмірге бір позиция таба алмай жүрген сияқты. Бір ойында бір сол жағынан шығарады, бір ойында оң жағынан шығарады, бір ойында ортасынан шығарады. Бір нақты бір позициясы жоқ, бірақ барлық позиция қай жерге шығармасын барлық жерде өзін көрсетіп жүр. Негізі қазір Зайнутдинов. Иә, сол біздің Зайнутдинов болып жүр қазір. Қай жерге қойса да сол жақсы деңгейде ойнап жүр. Ордабасы ойынша да Ордабасы қазір енді бәрін жеңіп келе жатыр. Жеңіліс жоқ. Иә, ешқандай жеңіліс жоқ. Қазір енді КПЛ-дің ең басты жаңа открытиясы ашылу деген кезде енді Ордабасы енді Маджидеев бар, ана жақтағы енді жанкүйерлері бар. Оған қоса қазір ойыны бар, ойыншылар деңгейі бар, жалпы медиа саласы бар. Жанкүйерлердің қолдауы. Иә, барлық саладан қазір енді Ордабасы барлық клубтардан алда тұр. Енді тек сол турнирлік кестеде екінші орында тұрғанымен басқа салалардың бәрінде енді Ордабасы бірінші орында тұр. Енді одан да мен олардан прогресс күтемін осы маусымда. Енді Ордабасы фавориттермен енді ойнап келе жатыр. Өткенде Ақтөбемен ойнап Ақтөбені жеңді, бүгін Тобылды жеңді. Енді екеуі де фаворит болса да жағдайлары мүшкіл ғой қазіргі таңда. Нағыз фавориттермен енді ойнайды Қайратпен. Қайратпен келесі турда. Алдағы ойында. Осы ойын жайында не ойлайсың сен? Бір болжам айтып көрсеңші. Өз алаңында Ордабасы Шымкентте негізі Қайратқа қиын болады. Бірақ енді бір екі жеңілмеген команда бір негізі осындай көп қатты бәрі күтетін матчта бір 0-0 дейтін есебін күтемін мен негізі. 0-0 дейтін есеп болатын сияқты. Себебі андай бірінші планға андай не бір қобалжу дейтін нелер шығып кетеді да. Сол кезде енді бір 0-0, бірақ 0-0 дейтін есеп негізі екі команда былай шамамен нормально көрінетін сияқты да. Себебі енді бір аса қатты былай не істемейтін сияқты, рисковать етпейтін сияқты, екеуі де тәуекелге бармайтын сияқты. Енді бір неде футболда айтады ғой, 6 ұпай үшін ойнайды деп. Сол 6 ұпай үшін ойын болады. Бір қатты бір тәуекелге бармайтын сияқты, екі команда былай жабылып, ақырын былай ашық ойынды күтпеймін негізі осы ойыннан. Тобыл жайында да айта өтейік. Тобылдың жанкүйерлері де көреді бұл подкастты. Жаңа бапкер келгелі. Жаңа бапкер өзінің орталық стадионына қайтты қазір. Енді жаңа бапкер де сол жаңа бапкердің өзі де қазір көне бапкер болып қалайын деп тұр ғой. Олар да қазір ауыстырмақшы. Енді инсайттарға сенетін болсақ. Бірақ клубтың өзі жаңағы ресми ақпарат емес деп шығарды ғой деймін, қателеспесем. Жоқ, ресми ақпарат енді инсайт қой ол бәрі. Инсайт енді білмеймін, негізі Ромащенконың өзі таңдауы да бір қызық болды. Өмір бойы көмекші болып келе жатып, мына жерде енді бас бапкер бола қойғанда бір қызық болды мен үшін. Көреміз енді. Тобыл енді осы маусым басталар алды енді. Өзінің ана кетіп қалған ойыншыларын дұрыс жаба алмады да олар. Кетіп қалған Эльмес Сауди бар, Чесноков бар деген ойыншыларды дұрыс жаба алмады да. Олардың орнын алған ойыншылар ол деңгейде көрсете алмай қалды. Енді басты қателік сол болды да. Жұмасқалиевтің да айтқаны бар пресс-конференцияда. Менің ойыншыларым толықтай менің айтқанымды жасамай жатыр деген. Енді күтеміз. Тобыл енді кубокта бар ғой олар қазір. Жоқ, шығып кетті. Қайсардан шығып кетті. Енді чемпионатта тым төмен олар. Еврокубоктық зонаға кіру үшін де тым төмен олар. Енді қиын. Ол еще өзінің тікелей қарсыластарын бәріне жеңіліп қалды. Ақтөбеден жеңілді, кімнен жеңілмеді? Елімайдан жеңілді, қателеспесем. Енді қазір міне Ордабастан жеңіліп отыр. Енді барлық тікелей қарсыластардың бәрінен жеңіліп қалды да. Қазір енді 16-шы орында тұр. Енді соңғы орында тұр. Осы Тобылдың жағдайына жалпы футболда негізгі құрамдағы қақпашының тұрақсыз болуы ойынға әсер ете ме сенің ойыңша? Бұл жақта енді бірде Босырманов, бірде Устименко шығып жүр ғой.
негізі әсер етпеуі керек, себебі енді былтырғы маусымда ескеретін болсақ, енді Қайратта да енді бір маусымда Заруцкий бастап, енді Анарбеков бітірді ғой маусымды. Тұрақты ойнады ғой негізі. Жоқ, тұрақты ойнады, енді бірақ сонда да енді бір қақпашы толықтай маусым өткізу андай немес, маңызды емес. Мысалы Чондриш пен Мұхамеджан Сейсен мысалы ауысып ойнайды дегендей. Мысалы кімде де орда бастады, қателеспесем Бихан Шайзада мен Челедняк па, сол екеуі қатарласып ойнады. Бұл қатты әсер етпейді негізі ойынға. Бірақ енді тұрақты құрам болғаны ол жалпы ойыншылардың өздеріне де, бапкердің өзіне де негізі сенімділік несін береді да. Негізі сол ауысудың деген сөзі енді екі қақпашыда толықтай андай не бермей жатыр деген ғой. Толықтай нәтиже бермей жатыр, сенімділік бермей жатыр деген. Чемпиондық команда болғаннан кейін туындаған сұрақ қой енді. Иә. Одан кейінгі матч Ақтөбе және Қызылжар командалар арасындағы ойын 0-0 есебімен аяқталды. Ақтөбенің енді бір шама мүмкіндіктері болды. Шушыначевтың өзінде бір 3-4 мүмкіндік болды. Мүмкіндік дейтіндей ондай мүмкіндік емес, енді бір полу моменттер болды, енді бір ойбай мынау момент соға алмай қалды деген бір момент болған жоқ. Бір Пибенің бірге бір шығып қалғаны бар, Нанидың автогол бола жазаған бір автогол болып қалған. Оның бірақ енді барлығы да бір андай ойбай ана бір Шушыначевтың ордабасыға қарсы шығып бірге бір шығып салмай қалған момент емес та. Бәрі бір 0-5 моменттер болды бәрі. Сол себептен бір Ақтөбенің ойынында бір негізі бір Қызылжар жеңілсе бір әділетсіз жеңіліс болатын еді Қызылжар үшін. Себебі Қызылжардың да өз моменттері болды негізі соғып кететін. Бір тең 0-0-дің ойыны болды ғой негізі. 0-0-дің ойыны, тең нәтиженің ойыны бір ойбай дейтін бір әттеген-ай дейтін ойын болған жоқ Ақтөбе жанкүйерлері үшін. Жеңбей қалды. Сен Шушыначев жайында не ойлайсың? Қазір енді жанкүйерлер өте қатты сынайды ғой осы ойыншыны. Шушыначев туралы ешқандай пікірім жоқ. Енді бір шамамен енді Қазақстан премьер-лигасында енді басқа бір журналистер сияқты қазір енді топ біздің еліміздегі енді үздік шабуылшы деп айтпаймын. Бірақ енді шамамен сол Иван Свиридов, бір Оралхан Өміртаев дейтін шабуылшылармен деңгейлес ойыншы. Бұл мен оны бір аса қатты бір төмен деп айтпаймын, оны аса қатты жоғары деп те айтпаймын. Шамамен ортаңғол Қазақстан премьер-лигасының шабуылшысы. Бізде Қазақстан премьер-лигасының шабуылшысы ешқашан бір тұрақты түрде гол соғып тұратын шабуылшы мен қашан бізде бір Мұрат Тлеш дейтін шабуылшылар, Танат Нөсербаев дейтін шабуылшылар болған шығар, андай салып тұратын мысалы. Ал соңғы уақыттарда ондай шабуылшылар жоқ қой. Бір андай стабильно маусым сайын бір 20-15 гол салып тұратын шабуылшылар уже қашаннан жоқ бізде. Бұрын сол Абат Айымбетовпен бітіп қалды ау солар. Шушыначев сынауы сонда қалай бір орынсыз ба Ақтөбе жанкүйерлерінің? Сынау орынды шығар, бірақ андай қылып енді барлық кінәні Шушыначевқа жабу орынсыз әрине. Ол енді алаңда жалғыз өзі ойнап жүрген жоқ қой. Енді Шушыначев оған қоса қазір команданың үздік бомбардирі. Енді оны салып атқан да бір нәтижелі голдар бар ғой. Енді мысалы Каспийға қарсы жеңісті гол салды, пенальтиден болса да, енді бірақ жеңісті гол мысалы Елмайға қарсы салды. Басқа да командаларға салып жүр. Білмеймін, енді Шушыначев айтып тұрмын ғой, бір ортаңғол Қазақстанның шабуылшысы. Одан бір аса қатты бір күтудің ештеңесі жоқ. Ол мысалы бір білмеймін, бір Жоржиньо, Йоккло сияқты бір деңгейді көрсетпейді олар. Ол енді сол бар Шушыначев осы. Одан аса қатты бір үміт артпаймын негізі. Шамамен сол шабуылшы. Бірақ енді оның өте көп бір пайдалы жұмыстары да көп қой негізі. Мен андай ол тек қана соғылмай қалған моменттер емес қой оның ойын дейтін. Оның жалпы допқа қалай күресуі дейтін моменттер бар. Негізі мен ойымша Шушыначев бір біздің командада енді бір нормально ортаңғол ойыншы. Одан да төмен деңгейде ойнап жатқан футболшылар бар Ақтөбеде. Былай айтатын болсақ. Бүгін Виталий Латурнус негізгі құрамда шықты. Негізгі құрамдағы ойыны қалай сен Латурнустың? Енді 17 жасар баладан не күтесің сендер? 17 жасар баладан енді тұрақты түрде әр ойын сайын бір гол салып, бір күшті перформанс істеп тұрады. Оған енді ойын практикасы болса болды ғой енді. Ойын практикасы болса, осылай жинайды деген ойдан. Бірақ одан да қазір көп күту, әр ойын сайын гол күту, әр ойын сайын ассист күту дейтін негізі қате. Себебі 17 жасар ол әлі енді бұлшық еті әлі дайын емес деген сияқты КПЛ-ге бұндай ритмде, бұндай темпте, физикалық нагрузкалер бәрімен негізі қиын ондай жас организмге.
бірақ енді иә былай потенциалы бар секілді көрінеді маған. Былай бой десең бойы бар, соққы десең соққысы да бар, несі жылдамдығы да жақсы андай бойға. Былай ойын түсінуі, IQ дейтін жағынан айтатын болсақ, негізі Латурнус былай негізі маған өте перспективті шабуылшы болып көрінеді. Енді қазір Ақтөбенің ойыншылары жаймендеп жарақаттарынан аяқ келе жатыр ғой. Жаймендеп қосылып жатыр. Бүгін жаңа Нани, Топалов ойнады. Қайта оралып жатыр. Жанкүйерлерге айта өтейік, жаңағы жарақат алған ойыншыларды тізімін ба? Иә. Жоқ, жаңа несін, нәтижесін қалай болып жатыр қазір деген сияқты. Мынандай ақпараттар бар, бірақ енді бұл ресми ақпарат емес, десе де жалғанды ақпарат емес, инсайт деп айтуға шығар енді. Қайыров жақында Эмертодан өткен екен, әлі жазылмаған, енді әзірге бағдатсыз ойнайды Ақтөбе. Корзунды да дәл солай күту керек. Митрович 1-2 аптадан кейін жаттығуға қосылады. Митрович, иә. 1-2 аптадан кейін жаттығуға қосылады деген ақпарат бар. Соса қазір Еуропада ем алып жатыр. 16 маусым күні Ақтөбеге келуі керек екен. Альварес бір айдай ойнамайтын секілді, және сол Кусяпов, Топалов, Нани қатарға қосылды. Иә. Ақтөбеліктердің сүйікті ойыншысының бірі ғой, Кусяпов деген. Сөзсіз. Енді сенің ойынша жазғы трансфер кезінде кімдер кету керек Ақтөбеден? Бәрі кетсін десе бола ма? Болатын болса. Заруцкийдан басқасын бәрі кетсе болады. Заруцкий, Ордец дейтін ойыншылардан басқасын шамамыз. Жоқ, Нани бар, сосын Пибе де ең үздік ойыншы, Пибе деген. Мен негізі алдында бір ақпараттар жалақыларын көріп қалдым ол ойыншылардың. Біздің ойыншылардың жалпы Ақтөбе ойыншыларының легионерлердің бәрі. Енді андай сомаға негізі қандай сома ол? Енді қомақты сома. Бір енді негізі көп ондай ақшаны негізі. Нанидің жалақысына жақындап қала ма шамалы? 40 миллион деген ақпарат бар ғой Нанидың. Олардың 2 есе төмен алады десем қалай. 2 есе төмен алады десем. Есептеп аласыздар енді. Иә. 2 есе төмен алады. Ондай жалақыға білмеймін енді қазір мен мысалы одан да жақсырақ ойыншы алар едім. Әрине, мысалы Ұлытаудың легионерлерін көріп, Ұлытаудың жаңа Киши дейтін ойыншыларын көріп, мысалы мен ойлаймын, олар дейтін мысалы біздің бір Топаловтан немесе бір Желковичтан олар бір төмен ойын көрсетіп жүрген жоқ негізі. Бір қазір мысалы Қызылжарда жаңа Бьортелет бар, Бугре дейтін ойыншылар бар. Олар бүгінгі ойынмен негізі ондай ешқандай деңгей төмен емес та. Біздің ойнап жүрген легионерден Ордец шығар, былай ерекшеленетін көрініп тұрады деңгейі. Мысалы Ордец қалған легионерлердің бір мен аса қатты бір разница жасап жүрген көрген жоқпын да. Бір айырмашылық көрмеймін мен негізі. Ертең келіп недегі Ұлытаудағы жапон футболшыларын бізге қойшы Ақтөбеге. Еш төмен ойнамайды. Айырмашылық ешқандай болмайды. Сол себептен енді бір селекция жағынан өте қатты бір провал болды негізі. Қазір алған ойыншылардың еш қайсысы да, қайтадан айтайын, Ордецтан басқасының, Заруцкий мен Ордецтан басқасының. Пибені неге қоспай жатсың? Пибенің әлі бір нәтижелі бір ойынын көрген жоқпын да. Иә, әрине ойына керемет дриблинг, андай хайлайттар өте көп. Менің есіме жаңағы кімдер түседі осы Пибенің ойынын көрген кезде жаңағы гол соқпай жатыр енді ше. Сол гол соққан қатты қалап жүрмін. Иә, сол жетпей жүр. Болмаса жаңағы Пиззели, Видимон деген сияқты ойыншылардан меніңше ешқандай айырмашылық жоқ сияқты. Пибенің ба? Иә. Соның деңгейіндегі ойыншы деп ойлаймын мен. Просто мен андай да сен айтып отқан Пиззели мен Видимон соло қазір айтайын, жалғыз өзі ғана, жалғыз басы бір ойынды алып шығып бере алады бізге. Пибеде алып шыға алады деп ойлаймын мен. Енді болмай жатыр да. Болсын, бір матчты өзі соло алып шықсын, сол кезде ғана айтамын. Иә, керемет, маған да ұнайды хайлайттары, жаңа біреудің ауынан өткізіп жіберіп алдап кеткені, дриблингі, андай жылдамдығы, 3-4 ойыншыны алдап кетуі дейтіндер бәрі. Енді аргентинистер оң жақта ойнайтын, сол аяқта аргентинистер көп қой. Дибала, Месси дейтіндер, Нико Пас дейтіндер, солар барлығы да сондай ғой, ұқсас қой. Бұл да сондай негізі ұқсайды. Бірақ енді айтып тұрмын ғой, Пиццелли мен Видимондар жалғыз өзі бір матчты соло алып шыға алатын ойыншылар болды. Пибе әзірше ондай матчты алып шыққан жоқ. Алып шықсын, сол кезде болады. Бірақ айтып тұрғаным сол басқа ойыншылар мындай деңгей көрсетіп жатқан жоқ.
Корзун болсын. Сосын мына Айдин Желикович бар ғой. Онда УТС-дағы оқу жаттығу жиындағы матчтарын мен көрдім Ақтөбенің. Аха. Ол кезде көрдің ғой сен де. Иә, әрине. Айдиннің ойыны басқаша болды ғой чемпионаттағыдан, иә? Ну, Мен көргенім бойынша. ол кезде енді бапкер басқа болды. Иә. Соны айта өтейік, бапкердің жаңағы Жоқ, нұсқаулары. Костовтың кезінде де, Тарковичтің кезінде де енді қатты бір айырмашылық жоқ қой, именно Айдиннің ойынында. Сол мен айтайын деп отқаным, УТС-та басқаша ойнайды да, бұл ойыншы чемпионатта төмен ойнақ болып отыр деймін да. Мен ондай қатты айырмашылық көрген жоқпын. Айдын Жылкович УТС-те де бір андай аса қатты бір жоғары деңгей көрсеткен жоқ. Мүмкін бір Ротаға қарсы ма, біреуге қарсы, Сочиге қарсы ма бір ойында жақсы ойнады. Бірақ қазір де енді Айдын Жылкович енді бапкерлерді айтып өтейік. Костовтың кезінде қазіргі ойыны сәл ерекшеленеді, себебі қазір енді Таркович көбірек объем сұрайды да одан. Мысалы артқа қайту деген сияқты, прессингке бару, бір ойыншымен, қарсыластың ойыншысымен соңына дейін ойнау, өз айбалаңына дейін қайту дейтін требованиялар көп та мысалы, немесе өте төмен отыру дейтін. Костовтың кезінде сәл андай өзінде бір не болды, бостандық болды да өзінде. Өз жайбарақат ойнатты. Сол себептен қазіргі екі Жылковичті айырып жүр мен. Бірақ бір андай оны алған кезде айтылған жарнамасы әзірше ақталмай жатыр. Алған кезде Швецияда ойнаған, жаңа соққысы бар, әдемі пастары бар, әдемі стандарттар орындайды дейтін көп деген жарнама болды да. Сол әзірше оны біреуінде көрген жоқпын мен. Алдыңғы матчта гол салды, Алтайға қарсы, қателеспесем. Бірақ білмеймін, әзірше бір айтылып жатқан, енді бір келіп жатқан кезде бір шамамен бір Башич келе жатыр деп ойладым. Кем дегенде бір Башич келе жатыр деп ойладым. Бірақ енді әзірше ондай емес екен. Ақтөбе үшін енді осы маусым провал деп айтуға толыққанды негіз бар шығар. Қазір клубтың ішінде бардак болып жатыр, былай айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда. Қызметкерлерінің арасында да, кеше оны сен айтып от. Біздің әріптестеріміз шығарып жатыр, жаңағы түрлі енді ойыншылардан басқа клубтың бер жағында да түрлі қызметкерлер бар ғой, жаңағы матч менеджер бар, медиаға жауапты, маркетингке жауапты, басқа да қызметкерлер бар, мысалы. Оларға толыққанды бір жалақы төленбеген деген ақпараттар келіп жатыр, мысалы. Басқа қазір жасап жүрген, жаңағы матч менеджер, жаңағы неге маркетингке байланысты, сосын жаңағы медиаға байланысты істеп жүрген қызметкерлер жалақысыз жүр деген мен де ақпарат естідім. Оны бірақ клубтан шығып та жатыр тіпті содан. Бірақ ол білмеймін, ол тек жаңағы андай ғой, сыбыстан белгілі ол ресми ақпарат емес. Енді дұрыс емес қой бұл деген. Жалпы Нұрлан Артықбаев келгелі біз біраз нәрсе күтіп қалдық қой енді. Қазір ожидание реальность болып қалды. Осы матчта Нұрлан Артықбаев стадионға келіп тамашалады бұл матчты. Оның алдындағы ойындарда тамашалап жүр ғой, Астанадағы жеңіспен болған ойында қателеспесем, сосын жаңағы Қайратпен болған ойында стадионда болды деген сияқты. Клубқа ақша бөлініп жатыр ма өзі негізі? Білмеймін. Мен андай Каспиін көрген жоқпын Нұрлан Артықбаевтың. Білмеймін. Мен айтып тұрмын қайтадан, мен білетін ақпарат бойынша түсіп жатыр, бірақ толықтай түспей жатыр деген ақпарат бар. Жаңа ойыншылардың өздері де бір Ақтөбеге бір несіз, ешқандай бір мотивациясыз, желаниясыз ойнап жүр деген бір не бар. Қазіргі жарақаттарда мүмкін соның кесірі ма деп ойыншылар сол ойыннан бір қашқақтап жүрген сияқты ол жұртта. Білмеймін, негізі проблема сол жақта екені түсінікті. Қазір барлығы ойынды көреді да, барлығы ойлайды, барлығына кінәлі Шушинач, барлығына кінәлі Таркович, барлығына кінәлі, білмеймін, Нани деп айтады да. Негізі олай қарапайым болмайды футболда ешқашан. Бізде енді балық басынан шірейді дегендей, бізде енді сол бас жағы мықты шіріп жатқан секілді менің ойымша. Себебі енді қазір бір басшылық келеді, кетеді, одан кейін ауысады, маусымның ортасына жетпей ауысып жатыр, одан кейін біреуді шақырады, ол сол жайында айта өтейікші, Тарханашвили ғой, Ваша. Ол кісі 20 күн ғана болды клубта. Одан кейін кеше жаңа бақ беттерінде ақпарат шығып жатыр, Хайруллин қызметтен кетпеген деген.
бүгін матчта болды ғой. Иә, сол Иә. бұл мен бардақ қой енді, таза бардақ қой мынау деген. Ну иә, енді бірақ мен анда КПЛ болғаннан кейін аса қатты Таңғалып тұрған жоқпын да. Біз КПЛде мен жыл сайын болып тұратын зат қой. Жоқ, енді жанкүйерлерді аяйсың да, енді жыл сайын болғанда да жанкүйерлерді аяйсың. Бүгін де матчтан кейін жаңағы 10-шы сектордың жігіттері жағаларынан алып жатыр енді ойыншылардың былай айтқанда. Иә. Бірақ енді бұл Ақтөбе соңғы сол чемпиондықтан кейін қашан былай үмітті ақтады деген сұрақ бар да. Енді 10 жыл болды. Қанша 10 жыл болды ғой, 12 жыл болды чемпиондық алмағанымызға. Енді сол 12 жылда бір үмітті ақтаған бір маусым болған жоқ. Сол себептен енді мен былай етімді үйреніп қалған сияқты болды оған. Ондай заттарға мен қатты былай реакция бермеймін. Иә, басшылық шірейді. Былтыр да шіріді, мысалы басшылық трансферлік селекцияда барлығы да провал болды. Енді былтыр енді оған дейін түсінікті, енді биыл жекеге өткеннен кейін жаңа айтқандай біраз үміт күтіп қалдық та. Енді Нұрлан Артықбаев келді, бірақ жанкүйерлер оны әлі көрген жоқ та, мысалы. Көрген шығар енді бүгін. Жоқ, стадионнан көреді ғой, түсінікті. Неге баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, ең болмағанда журналистермен кездесу өткізбейді? Жаңадан келген директор Дүзелбаев, ол неге пресс-конференция ұйымдастырмайды? Мысалы, Оспанов келген кезде болды ғой, басында пресс-конференция. Ол кезде де жаңағы қызықты оқиғалар орын алса да, бастысы өзінің пікірін айтты, жоспарын айтты, төңкереміз, бетеміз, сөйтеміз деген мақсаттарын айтты. Сол сияқты Дүзелбаевты жанкүйерлермен кездесу ұйымдастырсын, Дүзелбаевтың өзі, мысалы, пресс-конференция ұйымдастырсын, болмаса Нұрлан Артықбаев андай бір мысалы Қайраттың иесі Қайрат Боранбаев жайында ол жайында сұхбаттар мысалы толып жатыр да. Енді біраз жыл болды, түсінікті, бірақ енді осыдан 1-2 ай бұрын ғана мысалы сұхбат беріп жатты ғой бір неге. Сол сияқты Нұрлан Артықбаев неге осы клуб жайында халық алдына шығып жанкүйерлермен кездесу ұйымдастырмаса да бір сұхбат беріп, неге солай жасамайды екен деген бір ашықтық жетіспейтін сияқты қазір Ақтөбеде, менің ойымша. Клубтың мақсатын айтып, болашағын айтып, осы маусымда провалдарға жағы Арман Оспанов не болды қазір мысалы? Кетті. Жоқ, кетті. Енді тергеу жұмыстары жүріп жатыр деген бір ақпарат бар. Білмейміз оны. Жаңа клубта қаражат мәселесіне байланысты. Тексеріс жүргізіледі деген ақпарат шықты. Тергеу болмаса, демек ақша ұрланбады дегенде бір негізі версия болу керек қой. Жоқ, ақпарат шықты ғой ана басында. ОТС-та ақшаларын төлемеген, Астанадағы жаңағы отельдің ақшасын төлемеген деген сияқты Владимир Жарков деген журналист шығарды ғой сондай ақпаратты. Жарков па? Жарков. Негізі мен Жарковтың андай сенбейсің ба? Жоқ, сенбеймін емес, мен андай оның ақпараттарын былай өте қатты бір мықты фильтрдан өткіземін, содан кейін бір оқимын да. Былай айтатын болсақ, ашықтық керек шығар, бірақ ол ашықтық мен шыны керек қазір не беретінін түсінбеймін. Жарайды, жанкүйерлерге шығады. Оспановта шықты ғой, айтты, бәрін одан ешқандай пайда көріп тұрған жоқ. Мен олардың андай трансферлік компания немесе былай инфраструктура несінде бағытында бір өзгерістерін күтемін да. Андай бір ашықтық, жанкүйерлердің алдында бір популизм дейтін заттарды мен аса қатты былай не істемеймін. Иә, жарайды, бәрін айтады. Айтып қазір бәрі сұрақ белгісі болып тұр ғой қазір. Мысалы, жанкүйерлердің өздері де білмейді, алда не болатынын. Иә, олардың өздері де білмейді сияқты, если честно. Бірақ ашықтық ештеңе бермейді. Себебі ол ертең сол шамамен Арман Оспанов айтқан заттарды айтатын шығар. Біздер ойбай құрамыз, жоямыз, стадион саламыз, академия саламыз, бүйтеміз, сөйтеміз дейтін. Чемпиондар Бенфиканы алып келеміз, бүйтеміз, сөйтеміз, сондай дейтін әңгімелерді айтады, бірақ ондай ешқандай нәтиже болмаса ол маған андай ешқандай пресс-конференцияда ештеңе де керек емес. Маған тек бір андай бір конкретный бір шешімдер болса, қазір мысалы бір мына ойыншыны аламыз десе, мына ойыншыны қуамыз десе, бапкерді ауыстырамыз десе, немесе бапкерді қалдырамыз десе, бір сондай шешімдер керек та маған. Андай бір пресс-конференция өткізіп, бір ешкімге керек емес, бір сұрақтар қойып, сұрақтарға жауап беріп, өтірік айтып деген аса қатты бір қызық емес болып тұр маған. Мен керек деп ойлаймын енді. Сол басқа не айтамыз Ақтөбе туралы? Ештеңе, менде аса қатты Ақтөбе туралы ешқандай бір айтатын ойда жоқ. Мен шамамен алдында осы біздің неше 2 ай болды ма, қанша болды түсіргенімізге? 1,5 ай. Иә, сол 1,5 ай, 2 ай бұрын түсірген подкасттағы риторикам әлі қалады. Мен сол Ақтөбе ойынша сондай пікірдемін. Бұл маусым енді бітті. Ақтөбе үшін Ақтөбе тек қана қазір
маусымды тек аяқтайды болды. Мен 4-ке кіреді, 3-ке кіреді дейтін ешқандай сенім жоқ менде Ақтөбеге. Кубоктан ұшып кетті Алтайдан. Енді осы маусымды соңына дейін шыдап, келесі маусымды күту дейтін менің басты қазір планым сондай. Келесі маусым күту болды. Сол онда. Уақытын өлкелегенге көп рахмет. Сізге рахмет, Дайнат. Келесі тағы көрсеміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Арнамызға тіркеліңіздер, аман сау болыңыздар.